Қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында зертханалық жұмыс жасайтын боламыз. Физика пәні бойынша. Зертханалық жұмысымыз 8 сыныптарға арналады. Оптика тарауы. 8 сыныптың 4 тоқсанында оптикалық тарауын бастап кеттіңіздер. Осы тараудағы теориялық тапсырмалардың барлығын өтіп болды деп есептеймін. Енді практикалық түрде дәлелдейтін боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз сыну көрсеткішінің мәнін есептеу. Барлықтарыңыз білесіздер, дене бір ортадан екінші ортаға өткен уақытта ол сынатынын, яғни белгілі бір бұрышқа бұрылатынын. Осы сыну көрсеткіші n мәнін есептейтін боламыз. Ол үшін бізге қажетті құралдармен таныстырып кетейін. Қалам қажет болады, сызғыш, сызып отыру үшін, транспортер, бұрышты анықтау үшін, шыны ыдыс, мен мынандай ыдыс алып отырмын, немесе ол пластмасс ыдыс алуыңызға болады. Ең бастысы ол мөлдір болу қажет, яғни прозрачный. Сосын су қажет болады бізге. Судың мөлшері нақты бізге қажет емес, тек шамамен алсаңыздар болады. Және де ең бастысы миллиметрлік қағаз. Мен деген бұл қағазды үй жағдайында қалың дәптердің қос парағын алып отырмын. Зертханалығымызды қазір мен келтіріп алайын. Ең бірінші ақ параққа зерттейтін денемнің нысанын белгілеп аламын. Шамамен мына жерден белгілеп алып жатырмын. Енді осы зерттейтін денемізге мен әйнек ыдысты қойдым. Біз қазір мына зерттейтін денемізді мен шамамен былай алып қарайтын болсам, ол әйнек болғасын толық көрінбейді тұрған бұларда. Ол сынбайды. Ал оған су құятын болсам, қазір ол ауа ортадан су ортаға өткен кезде сынатынын байқайтын боламыз. Мені сіздерге қазір көрсетейін. Мен нүктенің тұсына салдым. Мені сіздер қарап отырсаңыздар, мен қазір қаламмен сіздермен. Міне, ал судан өткен кезде бұл денеміз мына жерге барып сынып тұр. Ал ауа ортада ол басқа бөлек жерде тұр. Міне осы қаншалықты сынғанын қазір мәнін есептейтін боламыз. Яғни синус альфа мен синус гамманың мәндерін табу қажетпіз. Сіздерге ұялы телефон арқылы көрсетейін. Міне менің нүктемнің тұсында денем тұр. Қолымды қозғаған жоқпын. Қазір мен мына қолмен тіреп отырайын. Кішкене мен солақаймын, ыңғайсыздау болатын болар. Екі жақтан денені белгілеп алып жатырмын. Қазір мен көздеу үшін мына сіздер қарап отырсаңыздар, мынау деген судың астындағы сынғаны. Мен сіздер шамалас көздеп отырмын. Екі нүктемді көздеп алайын. Ал ауалық жерде шамамен, мен барлығын шамамен алып жатырмын, мына жерге келіп тұр. Көздеп отырған тұсым мына жер. Сіздерге көрінген болар да. Енді маған суда денеде қажет емес. Әрі қарай сызбамен жұмыс жасаймыз. Міне мен белгілеп алған жерлерім. Енді ауа ортасымен мен көздеген жерімді қазір сызып алайын. Сіздерге көрсетемін. Міне менің сызып алынған жерім анық көрініп тұрған болар. Енді бұған біз сынған сәулеге параллель жүргіземіз. Мен 6 тор көз алғанмын. 2, 4, 6 тор көз. Осыдан мен параллель жүргіземін. Параллель, мына жағын үзік сызықпен белгілеп алып жатырмын. Міне біздің зерттейін деп отырған ортамыз мына орта. Енді осыдан негізгі нүктеміз бар ғой, сол тұсқа сызық жүргізіп алдым, түскен сәулені анықтау үшін. Ал біздің зерттейін деп отырған тарапымыз, сіздер түсу бұрышы, шағылу бұрышы, қазір мен келтіріп
сыну бұрышы деп келтіріп өттіңдер ғой. Содан мына мен 90 градусқа қазір келтіремін. Қоюлап сіздерге анық болу үшін бастырып алайын. Міне мен 90 градуста транспортерімді қазір осы жерге саламын. Мына түсу бұрышымды және сынған бұрышымды қазір мәнін есептейтін боламыз. Транспортердің көмегімен мен дәл керісінше салып отырмын. Дәл анықтап алайын. Мына шама менде міне 20 градусты көрсетіп тұр. Альфа бұрышым. Мынау альфа, мына жерге сала берейді. Альфа менде 20 градус шықты. Келесі транспортерімді бұрдым, көріп отырсыздар ғой. Енді мен өйткені сыну бұрышын қаншалықты сынғанын анықтау керекпін. Бұл менде мына аралық гамма бұрышым 27 градус болып тұр екен шамамен. Оны мен мәндерін алып алдым. Енді біз n-ді табу керекпіз. Формула бойынша синус гамма бөлінген синус альфа. Осының мәнін есептейміз. Маған бірден калькулятор, инженерлік калькулятор арқылы мәндерін есептейтін боламын. 20 градуста синус шамамен 0,134. Ар жақтарында сандары көп. Жуықтап алып жатырмын. 27 градус синус альфа 0,145. Екеуінің қатынасын табамын. 0,34. Менде 1,120 шатыстырып жатырмын. 1,132. 4 мен жуықтап аламын. Міне көріп тұрғандарыңыздай менде мынандай мән шықты. Сыну көрсеткішін осылай үй жағдайында анықтауға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.